Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 4-ші сынып 18-ші сабақты өтеміз. Көп таңбалы сандарды ауызша есептеу тәсілдері. Бірінші тапсырма қосындыны санға қалай көбейтуге болатынын есіңе түсір, қосындыны санға қалай бөлуге болады деп тұр. А нұсқасында бізде есептеудің қалай орындалғанын түсіндір. Бұл жерде көбейту амалы, 1000 қосу 200 қосу 30 қосу 4. Яғни 1234 санын 2 санына көбейттік. Бұл жерде мыңдық, жүздік, ондық және бірлік әр қайсысын 2 санына көбейтеміз. Енді келесі 1234 санын, яғни бізде 1000 қосу 200 қосу 30 қосу 4 көбейту 2 деп жазылды. Енді мыңдықтарын жеке көбейтеміз 2 санына. Жүздікті, ондықты, енді бірлік. Әр қайсысын көбейттік. Енді мыңды 2-ге көбейтсек 2000 саны, келесі 400 саны, 60 және 8 саны. Сонда 2468 санына тең болады. Енді келесі екінші есепте 31211 санын 3 санына көбейту қажет. Бұл жерде ондық мыңдық, яғни 30 мың саны. Сонда 30 мың қосу 1000 қосу 200 қосу 200, келесі 10 саны қосу 1. Осыны көбейту қажет бізде 3 санына. Енді 3000-ды 3-ке көбейтеміз, оған қосамыз 1000-ды 3-ке көбейтеміз, қосу 200 көбейту 3, 10 көбейту 3, 1 көбейту 3. Енді 9000 көбейтетін болсақ, қосу 3000, қосу 600, қосу 30, қосу 3 сания. Енді барлығын қосатын болсақ, 93633 санына тең болады. Енді келесі есептеудің қалай орындалғанын түсіндір деп тұр. Бұл жерде енді бізде бөлу амалы 2468-ді 2-ге бөлу қажет. 2000 қосу 400 қосу 60 қосу 8 бөлу 2 саны тең болады. 2000-ды 2-ге бөлеміз, 400-ді 2-ге бөлеміз, қосу 60-ды 2-ге бөлеміз, 8-ді 2-ге бөлеміз. Енді барлығының мәнін жазамыз. 1000 қосу 200 қосу 30 қосу 4 саны. Сонда 1234 санына тең болады. Келесі бөлу амалы 93699 саны бөлу 3. 90 000 саны қосу 3690 қосу 9 бөлу 3 саны. Бұл тең болады 90 000-ды 3-ке бөлеміз, 3000-ды 3-ке бөлеміз, 600-ді 3-ке бөлеміз, 90 бөлу 3, 9 бөлу 3. Енді мәндерін жазамыз. 30 000 қосу 1000, 233, 31233 санына тең болады. Енді есіңде сақта, А қосу Б көбейту 3. Бұл жерде А қосу Б көбейту С, жақша ішіндегі қосу амалдары сыртында тұрған көбейту амалының әр қайсына жеке-жеке көбейтіліп қосылады. Енді бөлу амалында да сондай бізде, яғни жақша ішіндегі әр қайсы қосындымыз сыртында тұрған бөлу амалына әр қайсына бөлініп кейін қосылады.
Енді амалдар қасиеттері ауызша есептеуге көмектеседі. Көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту бөлу үшін оны разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көбейтуді бөлуді разряд бойынша орындау қажет болады. Енді келесі тапсырма есепте дұрыстығын тексер. Бірінші есебіміз 22341 көбейту 2. Бұл жерде бірінші ондықты, кейін мыңдықты, ондық мыңдықты, бірлік мыңдықты, жүздікті, ондықты және бірліктерді көбейтіп қосамыз. Сонда 44682 санына тең болады. Енді келесі 44682 бөлу 2 саны. Бұл жерде де бізде ондық мыңдықты бөлеміз, 4-ті 2-ге бөлеміз. Яғни 40 мыңды 2-ге бөлеміз. Келесі бірлік мыңдық, жүздік мыңдық, ондық мыңдық және бірлік мыңдықтарды бөліп шығамыз. Сонда 22341 санына тең болады. Келесі 123212-ні 3-ке көбейтеміз. Жүздік, ондық, бірлік мыңдықтарды көбейтеміз. Кейін жүздік, бірлік және ондық бірлікті көбейтеміз. Сонда 369636-ға тең болады. Енді оны тексеру үшін біз шыққан амалды 3-ке бөліп көреміз. Сонда 123212 санына тең болады. Енді келесі 111202-ні 4-ке көбейтеміз. Бұл жерде мәні 444808-ге тең болады. Тексеру үшін бөлу амалын қолданамыз. Сонда 111202 саны шығады. Енді келесі 444804-ті 4-ке бөлеміз. Бұл жерде 400, яғни жүздік мыңдық, ондық мыңдық, әр қайсын 4 санына бөліп шығамыз. Ондық мыңдықты бөлеміз 4-ке, бірлік мыңдықты 4 санына, жүздік және бірлік. Бізде ондық саны жоқ. Енді келесі. Енді білетін болсақ, 100 мың қосу 10 мың қосу мың саны қосу 200 қосу 1. Сонда 111 мың 201 санына тең болады. Енді тексеру амалын қолданамыз. 111201-ді көбейту амалы арқылы тексереміз. Сонда 100 мың көбейту 4, 10 мың көбейту 4, мың көбейту 4, қосу 200 көбейту 4, қосу 1-ді 4-ке көбейтеміз. Сонда 400 мың қосу 40 мың қосу 4 мың қосу 800 қосу 4 саны. Сонда 444 мың 804 санына тең болады. Енді келесі тапсырма тиімді тәсілмен есепте деп тұр. Бұл жерде енді жақшаны ашып шығамыз. Яғни жақша ішіндегі қосу амалына сыртында тұрған бөлу амалының әр қайсын бөліп шығамыз. Сонда 300 мың бөлу 6 қосу 60 мың бөлу 6 қосу 6 бөлу 6. Бұл тең болады. Бөлу 6 тең. Бөлетін болсақ, бізде 5 мың қосу 60 мыңды бөлеміз 10 мың. Жерде 300 мың сан, 300 мың болғанда 50 мың санына тең болады бізде. Сонда 300 мың, 50 мың қосу 10 мың саны, 10 мың қосу 1. Сонда 50 мыңға 10 мыңды қосамыз.
60 мыңға тең болады. Оған 1-ді қосақ 60 мың 1 санына тең болады. Келесі 8 мың бөлу 2 қосу 400 бөлу 2 қосу 20 бөлу 2. Бұл тең болады. 8 мыңды 2-ке бөлеміз 4 мың санына тең. Оған қосамыз 200 санын. Оған қосамыз 10 санын. Сонда 4210 санына тең болады. Келесі 40 мың бөлу 6 немесе 60 мың деп жазсақ болады осы жерде. Қосып жіберіп екеуіне. Сонда 60 мың бөлу 6 қосу 6 мың бөлу 6. 60 мыңды 6-ға бөлетін болсақ 10 мың қосу мың санына. Бұл тең 11 мың саны. Келесі 36 мың қосу 18 мың. Демек, әр қайсысын бөліп шықсақ болады. 18 мың бөлу 9, 9 мыңды 9-ға бөлеміз. Бұл тең болады 4 мың саны. Қосу 2 мың қосу мың. Барлығын қоссақ бізде 7 мыңға тең болады. Келесі 490 қосу 14 мың бөлу 7. 14 мыңды 7-ге бөлеміз. Оған қосамыз 7 мың бөлу 7 тең болады. 70 қосу 2 мың қосу мың саны. 3 мың 70 санына тең болады сонда. Келесі 21 мың бөлу 7, 210 бөлу 7, 35 бөлу 7. Енді барлығын қосатын болсақ 3 мың, 3 мыңға 30-ды қосамыз. 3 мың 30, 3 мың 35, яғни 35-ті 7-ге бөлеміз. 7-ге бөлсек 5-ке тең болады. Сонда 3035 санына тең болады. Енді келесі тапсырма тиімді тәсілмен есепте. Ә нұсқасында бізде 1000 қосу 200 қосу 50 бөлу 5. Бұл жерде жақша ішіндегі амалдардың барлығын қосу амалдарды жақша сыртындағы бөлу амалына бөліп шығамыз. Сонда мәні 250. Келесі бізде 2200, келесі 5300-ге, келесі 6000 санына, келесі 6150-ге және 5102 сандарына тең болады. Келесі тапсырма. Тапсырманы орында арман достарының қандай құндылықтарды білетінін анықтау үшін олардың арасында сауалнама жүргізді. Өрнектерді амалдар бойынша жазып мәнін тап. Сонда сен балалардың әрқайсысы қай сөзді айтқанын білетін боласың. Бірінші, барлық есептерді шығарып аламыз. Мейірімділік, өмір, білім, достық, адалдық, отбасы, еңбекті. Жауаптарына сәйкес осы жерде көрсетіліп тұрған сандармен сәйкестендіреміз. Бірінші бізде 79 мың саны шықты. Демек 79 мың саны ол бізде Ерланға сәйкес келеді. Демек Ерлан деп жазамыз. Мейірімділік Ерлан. Келесі өмір деген сөзде 80.589. 80.589 ол бізде Болатқа сәйкес келеді. Демек Болат деп жазамыз. Келесі 4400 саны Әлия. Келесі 371.426 саны Достық. Демек бұл Арман. Келесі 45.993 Ерке. Келесі отбасы сөзінде 32.787 саны. Демек бұл бізде Айна.
Келесі еңбек сөзінде 612.809. Серік сөзі сәйкес келеді. Енді келесі тапсырма сұлбаны пайдаланып үшінші тапсырмаға ұқсас өрнектер құрастыр деп тұр. Бұл жерде 300 мың бөлу қосу 2700 қосу 600 бөлу 3-е. Енді 300 мың санын 3-ке бөлеміз, оған 2700-ді 3-ке бөлгендегі мәнді қосамыз және 600-ді 3-ке бөлгендегі мәндерді қосамыз. Енді жазамыз 100 мың қосу 900 қосу 200 саны. Енді қосатын болсақ, 100 мыңға 900-ді қосамыз, оған 200-ді қосамыз. 900-ге 200-ді қосақ 1100. Сонда 101 мың. 0, 11-е. 101 мың санына тең болады. Келесі 20 мың бөлу 5 қосу 4 мың бөлу 5 қосу 500 бөлу 5. 20 мыңды 5-ке бөлетін болсақ 4 мыңға тең. Оған қосамыз 800 санын қосу 100 санын. 4900 санына тең болады сонда. Келесі тапсырма мәтіндерді оқы, олар есеп болатындай сұрақтар ойластыр. А нұсқасында қайырымдылық концертіне 21234 кәсіби және одан 2 есе артық кәсіби емес әртістер қатысты деп тұр. Осы жерден бізде барлығын табу қажет. Барлығы қанша әртіс қатысты? Енді оны табу үшін бізде бірінші кәсіби еместі тауып алуымыз қажет. 21234-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 4, 2, 4, 6, 8. Яғни 42468-ге тең болды. Енді барлығын табу үшін бірінші кәсіби еместі қосамыз. Кәсіби әртістер санына қосамыз. Сонда 21234-ті қосамыз 42468-ге. 63702 санына тең болады. Жауабы барлығы 63702 әртіс қатысты. Келесі қайырымдылық концертіне өткізуден 966.399 теңге жиналды. Оның 3-тен 1 бөлігі балалар ауруханасына, ал қалғаны балалар үйіне жіберілді. Балалар үйіне неше теңге жіберілді? Барлығы белгілі, балалар ауруханасы белгілі және балалар үйіне табу керек. 3-тен 1 бөлігін табу қажет, балалар ауруханасынан. Бірінші балалар ауруханасындағысын есептейміз. Яғни 3-тен 1 бөлігі деп тұр. Демек 966399 теңгені 3-ке бөлеміз. Сонда оны жақша ішінде жазсақ та болады. 900 мың бөлу немесе 60 мың қосу 6 мың қосу 300 қосу 90 қосу 9 бөлу 3 санына. Сонда әр қайсын бөліп шығамыз. Яғни 900 мыңды 3-ке, 60 мыңды 3-ке, 6 мыңды 3-ке қосамыз. 300-ді 3-ке, 90-ды 3-ке, 9-ды 3-ке бөлеміз. Барлығын есептейтін болсақ, 300 мыңға 20 мыңды қосамыз, оған 2 мыңды келесі. 100-ді
30-ды және 3 санын қосатын болсақ, бізде 322.133 санына тең болады. Бұл бізде балалар ауруханасы. Балалар ауруханасына енді балалар үйінен табу үшін бізде екінші 966.399-дан азайтамыз балалар ауруханасындағы мәнді. 644.266 теңгеге тең болады. Жауабы 644.266 теңге жіберілді. Енді келесі тапсырма теңдеулерді шеш. X азайту 465 тең көбейту амалы. Бұл жерде көбейту амалын орындаймыз. Сонда 3, 6, 9, 3. X тең. Енді азайту амалын оң жаққа жіберген кезде плюс болып ауысады. Плюс 465. X-тің мәні 4158-ге тең болады. Енді бізде X-тің мәні белгілі болды. Енді бастапқы X-тің орнына қойып тексереміз. 465 тең 3. Бұл тең болады. 3693 тең 3693 санына тең болады. Келесі. А қосу 347. Енді көбейту амалын орындайтын болсақ, бізде 3588-ге тең болады. А тең 3588 азайту 347. Аның мәні 3241 санына тең болады. Аның мәні белгілі болды. Енді бастапқы аның орнына қойып тексеріп көреміз. 347 тең болады 897 көбейту 4. Енді 3588 тең 3588-ге. Келесі теңдеуіміз 401.000 азайту Y. Көбейту амалын орындайтын болсақ, 48242. Y-тің мәні 401.000 азайту 48242. Бұл жерден X-тің мәні, Y-тің мәні 352.758 санына тең болады. Y-тің мәнін белгілі, енді тексеру амалын жүргіземіз. Сонда 48242 тең 48242 санына. Келесі енді 1 миллион. Бұл жерде 62 көбейту X-ті оң жаққа, ал оң жақта асанды сол жаққа жазамыз. Сонда 62 көбейту X тең болады 1 миллион. Азайту 987.600 саны. 62 көбейту X тең азайтатын болсақ 12.400 санына тең болады. Енді X тең 12.400-ді бөлеміз 62-ге. Сонда X-тің мәні тең болады 200 санына. X-тің мәні белгілі, енді тексереміз. 1 миллион азайту 62 көбейту 200 тең 987.600. Бұл екеуі тең шығады.
Енді келесі тапсырма өрнектердің мәнін тап, бөлгішті өзгерткенде бөліндінің мәні қалай өзгеретіні жөнінде қорытынды жаса. 96 бөлу 4, 96-ны 4-ке бөлетін болсақ 24-ке тең болады. 96 бөлу 4 көбейту 2. Бұл жерде 96 бірінші көбейту амалы орындалады. Екінші бөлу амалы. Бірінші бөлу, екінші көбейту. Бөлу 1, 2 және 1, екінші амал. Енді 8-ге бөлетін болсақ, 96-ны 8-ге бөлеміз, 12-ге тең болады. Яғни, мына жерде 2 есе көбейетін болса, сол санымыз бөліндіміз, мәнінде де 2 есе азаяды. Енді 96 бөлу, ал 2 есе кеміген кезде мәні 2 есеге артады, яғни 48-ге тең болады. 24 санымыз 48 санына. Келесін қараймыз. Енді 993-ті 3-ке бөлетін болсақ, 333 санына тең болады. Енді сол санды 3 санға көбейтетін болсақ, демек 3 есе кемейді, өйткені бөлу амалы тұр. Сондықтан 111 санына тең болады. Келесі 9999 3 есе кемейтін болса, демек ол санымыз бізде 1 болады. 9999 санына тең болады. Сол санның көзіне тең болады. Кез келген санды бірге бөлсек, сол санның көзіне тең болады. Енді келесі тапсырма хабарландыруды қара. Мереке күні билеттің құны қанша тұрады? Жеңілдік бойынша 4 адамның демалысына қанша ақша жұмсау керек? Әдеттегі күнмен салыстырғанда қанша ақша үнемделгенін анықта деп тұр. Шектеу қойылмайтын билеттің бағасы, яғни сатылатын бағасы 4242 теңге. Ал мереке күндері бізде барлық бағаны теңдей бөлеміз деп тұр. Демек, 2-ге бөлеміз мереке күні. Сонда 2121 теңгеге тең болады мереке күні. Ал 1 сағатта бізде 1 сағатта және жеңілдікпен қарастырғандағы бағасы, бұл бізде билеттің бағасы болса, келесі екінші, 1 деп қояйық, келесі екінші 1 сағатта жеңілдіксіз 1246 теңге болса, ал мереке күні бізде 623 теңгеге тең болады. Енді жеңілдікпен билеттің бағасы жеңілдіксіз белгілі болды. Бізде 4242. Енді 4 адамға есептейтін болсақ, 16968 теңгеге тең болды. Дәл осы жеңілдікпен 2121 теңге 4 адамға, яғни 4-ке көбейтеміз, сонда 8484 теңгеге тең болады. Енді осылардың бізде қанша теңге үнемдейтінін анықтайтын болсақ, жеңілдіксіз мәннен жеңілдікпен берілген бағаны азайтамыз, сонда 8484 теңге үнемдейді. Ал келесі 1 сағаттың ішіндегісін есептейтін болсақ, жеңілдіксіз 4 адамға 4984 теңге, ал жеңілдікпен 2492 теңгеге тең болады. Енді қанша теңге үнемдейді жеңілдікпен? Оны есептеу үшін жеңілдіксіздегі мәнді азайтамыз, жеңілдікпен алынған соманы азайтамыз. Сонда 2492 теңге үнемдейді. 1 сағатта, бұл. Ал негізі билеттің бағасын 8484 теңгеге үнемдейді. Енді келесі тапсырма есепті шығар. 3 данышпан қайсымыз ақылдырақпыз деп дауласты. Олардың дауын шешуге кездейсоқ өтіп бара жатқан жолаушы көмектесті. Ол: менде 3 қызыл, 2 ақ қалпақ бар. Яғни 5 қалпақ бар екенін көріп тұрсыңдар. Енді көздеріңді жұмыңдар дейді. Олардың әрқайсына қызыл қалпақтан кигізіп, ағын жасырып қалды. Енді көздеріңді ашыңдар. Басына қандай түстегі қалпақ киіп тұрғанын кім анықтаса, сол өзін ақылды деп есептеуіне болады дейді жолаушы. Данышпандар бір-біріне қарап ұзақ отырды. Әрең дегенде біреу менің басымдағы қызыл қалпақ деді. Ол оны қалай білді деп тұр. Бізде бұл жерде данышпанда басында бізде 2 ақ қалпақ, 2 ақ қалпақ, 2 ақ қалпақ және 3 қызыл қалпақ болды. Енді яғни 5 қалпақ, барлығы 5 қалпақ болды.
қызыл қалпақты киді. Олардың әрқайсына қызыл қалпақ ағын жасырып қалды деп тұр. Енді демек 2 ақ қалпақты жасырып қалды. Демек үшеуіне де қызыл қалпақты кигізді, бірақ қызыл екенін біреуі тапты. Соны қалай тапты деп тұр. Енді бірінші нұсқасында ол адам 2 ақ қалпақ киіп тұрған адамды көретін болса, 2 ақ қалпақ, яғни қарайды 2 ақ болатын болса, демек менде үшіншісі қызыл қалпақ, 1 қызыл қалпақ. Демек мендегі қызыл қалпақ деп пайымдайды. Енді келесі екінші нұсқасында 1 ақ қалпақты қарайтын болса, демек менің басымда қызыл қалпақ дейді. Өйткені 2 қызыл қалпақ киген адам болады. 1 ақ қалпақ және 1 қызылды көреді, ал үшіншісі бізде міндетті түрде қызыл болады. Келесі үшінші нұсқасында екеуі де қызыл қалпақты киетін болса, демек мендегі демек бұл жерде үшеуі де 3 қызыл қалпақ, сондықтан менде тағы 1 қызыл қалпақ деп пайымдайды. Өйткені 2 қызыл, бізде 3 қызыл қалпақ бар, сондықтан 1 қызыл қалпақ менде деп қызыл қалпақты табады. Енді келесі тапсырма есепте. Бұл жерде 844.268 саны бөлу 2. Енді оны әрқайсысын 800.000. Мен біреуін көрсетіп өтемін, қалғандарын тек жауаптарымен жазып көрсетемін. Қалғандарын дәл осы жолмен өздеріңіз шығарып алсаңыздар болады. Қосу 40.000, қосу 4.000, қосу 200, қосу 60, қосу 8. Осы санның барлығын 2 санына бөлу қажет. Яғни 800.000 бөлу 2, қосу 40.000 бөлу 2, қосу 4.000 бөлу 2, 200 бөлу 2, 60 бөлу 2, қосу 8 бөлу 2 болады. Енді тең болады. 800.000-ды 2-ге бөлетін болсақ, 400.000-ға тең. Енді оны қосамыз. 40.000-ды 2-ге бөлсек, 20.000. Қосу 2.000, қосу 100 саны, қосу 30, қосу 4. Сонда 422.134 санына тең болады. Енді бізде 8444, 268-ді 2-ге бөлгендегі мәніміз 4-ке тең болды. Келесі енді 396.633 бөлу 3. Енді бұл жерде бірінші жүздік мыңдықты бөлеміз, 1-ге тең болады. Ондық мыңымыз 3-ке тең. Келесі 6-ны 3-ке бөлеміз, 2. Келесі 2, 1, 1. Келесі 639.996 бөлу 3 саны. 2, 1, 3, 3, 3, 2 саны. Келесі 284.682 бөлу 2 саны. Бірінші жүздік 1, 4, 2, 3, 4, 1 саны. Енді келесі 12.234 саны көбейту 2 саны. Бұл жерде 2, 4, 4, 6, 8. Келесі 31.332-ні 3-ке көбейтсек, 9, 3, 9, 9, 6 саны. 1321 көбейту 3 саны. 412.311-ді 2-ге көбейтеміз. 8, 2, 4, 6, 2, 2, яғни 824.622 санына тең болады.
Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.